Оралхан Бөкей әңгімелер. Күлпәштің ұршығы. Шешемнің замандасы еді. Біздің үйдің қыр жағында тұрады. Ақарлы шақарлы бала-шағасы көп адам. Ерінен ерте айырылған. Соғысқа кетіп, содан хабар ошарсыз жым-жырт жоғалған. Тастай батып судай сініп кеткен. Әйтеуір, ұлдары ересек, үлкені үйленген, одан 3-4 немересі және бар. Ертеден қара кешке дейін есік көзінде басқышта, толақтың үстінде ұршық иіріп отыратын Күлпәштің екі көзі біздің үйдің түтінінде. Табиғатынан қыдырмашы адам болған соң, көрші қолан оны онша жақтыра қоймайтын. Бірақ сумақайлығы, ауыл үйді бір-біріне айдап салар айтақшыл өсек аяны жоқ әйел. Тек біреудің үйінде жаналық болса естімей, алыстан ағайындары келіп жатса барып есендеспей отыра алмас еді. Жіп иіретін ұршық Күлпәштің жан жолдасы. Түнде басына жастап ұйықтайды екен. Қашан көрсеңіз де, шынтағын шошайтып созақтата жіп иіріп, шаншылып отырғанын көресің. Дегенмен түтін шыққан үйді аңдып, ыстық тамағының үстіне дәл түсетін әдеті бары рас. Жұрт Күлпәштің осы мінезінен зәрезеп болатын. Баяғы заман емес, қазіргі ағыл-тегіл тоқшылық уақытта бала-шағаның ортасында оңашаланып, аузына енді ала берген асына бір емес, екі емес, ортақ бола берген адам атам болса да жақтырасың ба, тәйірі. Бірақ жұрттың күңкілін, қыржын-тыржын теріс қабағын Күлпәш қаперіне де алмайтын. Салдырлап, әңгімесін айтып, алды-артына қарамай асай беретін. Тіпті жесендерші деп өз асынды өзіне тықпалайтын. Тіпті өз үйінен кекіре тойып шығып, көршінің шайына зыр жүгіріп кетер еді. Қыстың алғашқы айының бір күні еді. Таңертең тұрсам, аппақ болып қар жауып қалыпты. Кеше ғана қара қожалақ жатқан дала ақ көрпесін қамтанып, ұзақ ұйқыға кеткендей жым-жырт. Қар бетіне иттің ғана ізі түскен. Күн көтеріле алғашқы қар қалыңдығына қарамай, жылбыз қалана еріп, ақ сорпасы шығып бусана бастады. Ағаш күрек алып әрі-бері тазалап көріп едім, жабыса еленіп ырық бермеген соң тастағанмын. Ағаштың бұтағын сындырардай тұтасқан қар ептеп еріп, тамылжи сорғиды. Айналана әсіресе күн шығар жаққа қарай алмай ұяласын. Көз қарғады. Қолтығына қысқан қалайы аяғы, ыдысы бар. Екі қолын женіне қосыранған Күлпәш үйінен асығыс шығып, бізге қарай қаздандай құлдилады. Жақындай бере одан бұрынырақ үйге сып етіп сініп кеттім. Апамдар шай ішіп отыр екен. Іле-шала будақ-будақ бу болып Күлпәшті кірді. Кіре бере, «Алла белім!» деп табалдырыққа жалп ете түскені. Әлгінде ғана сайрап, есен сау шай құйып, самаурынға елек жасап отырған шешем олды сап етіп, шекесін ұстап, «Алла басым!» деп зарлай жөнелгені. Мен аң-таңмын. Екі әйел еселесіп, бір сыпыра ыңқылдадай. Күлпәш көзінің астымен ақырын ұрлана шешеме қарады да, өзінен зор шыққанына шындап көзі жетті білем. Жыластап, аллалай дастарханға жақындады. «Саумысың, Күлия?» деп жарамсақтана, ауырып қалғансың ба? Ауырмай отыратын күнім бар ма, Күлпәш? Бір үйдегі бір кісі болған соң сүйретіліп тұрасың. Мен де сол. Әйтеуір өлмеген соң балаларға бас көз болып жүрген. 2 күн болды, белден шойырылғалы. 3 күннен бері менің де басымның сақинасы ұстап. Мен де жетісіп отырған жоқ бәтір. 5 күннен бері 2 тізем қақсайды. 10 күннен бері менің 10 иығым жағатын болып жүр. 1 ай болды 2 аяғымды кеміріп жатыр-ау жеп жатыр. Былтырдан бері Құданың құдіреті 2 көзін бұлдырап көрмейтінді шығарды. Естіп жүріп, су қараңғы соқыр болып, қойшай қайдағын айтпай, кейде менің де 2 құлағым тарс бітіп қалады. Ендігі сәтте шешем де, Күлпәш та ауруларын ұмытып, құлашайды сораптай ұрттап, ұзақ сонар әңгімеге көшкен. Ал мен аң-таңмын. Замандасай, деп күрсінді Күлпәш.
Шалым бар, сен осындайсың. 20 жылдан бері жесір біздің не жанымыз шыдап жүр десенші. Жүрген ғой әйтеуір. Өлейін десек қол тимей. Бойында шыбын жаны бар демесен біздің үйдің иесі аурады ғой. Қатты аурады. Трудовой өтіп кетсе керек. Шешем төргі бөлмеде көзілдіргін киіп, кітап оқып жатқан, әкем жаққа мойын соза қарап қойды. Содан соң маған, есікті жаба салшы деді. Әңгімемізді естіп қояма деп сезіктенеді, білем. Сөйт балам, төргі бөлменің есігін жаба сал деп қайталады Күлпәш. Жүзі қарау, ұлына шай құйсайыншы деп шешемнің ұмыт қалдырған шаруасын және есіне салды. Күзден бері осы жаңғалақтық пайда болды деді шешем. Қазір қойғанымды қазір ұмытамын. Мен де ұмытшақпын деді Күлпәш. Әнеу күні Шәкендердікі ет асқан екен. Барайын деп тұрып қара басып, ұйықтап қалыппын. Кеше соғым сойған күнге дейін тісіміздің суын сорып отырамыз ба деп қалған қара ешкіні алып соқтық. Не дейді? Күлпәш қайран қалып танданды. Айттым ғой, кейінгі кезде ес ақылдан айырылып жүрмін деп. Айта салғанды да білмейсің, тіпті түтіндерін бықсымады енді. Сен неде қоланып, саранданып барасың ау? Шөк-түшек, қарын сарын алып қалушы едім, дәметіп. Алла басым деп шешем әңгіменің ауанын бұзып жіберді. Алла белім деп Күлпәш. Көп отырып қалдым ау, сенмен әңгімелесем деп. Біздің қара сиыр қарасам болды, арты бітеліп 6 ай болды желіндегелі. Түйе секілді найқалып жүр албасты. Қара суға қамалтпай бір шайлық сүт бер. Біздің қоңыр сиыр ерте туып су алып барады. Өзі 3 емшек, өзің білесің, бір емшек баяғыда кеткен. Жем шөбін алдына төгіп отырған біз емес, 1 сағат созғыласан жалғыз шайлық сүт әрен шығады. Сенің ұлын қойда ғой. Анда-санда біздің үйге де бір қапшық жем әкеліп тастамай ма? Міне, сүттің бары осы деп тостағандағы шай қатып отырған сүтті көрсетіп еді. Күлпәш үніліп қарады да, мынауын көп сүт деді шімірікпей. Көп сүт болса аузымнан жырып саған ақ бердім деп барлығын Күлпәштің дысына қотара құйып бере салды. Содан соң өзі үлкен бір мәрттік жасағандай замандасына риза көзбен күлімсірей қарады. Рақмет Құлия деді ол. Қош көңілімен шығып бара жатып. Ұлының қызығын көр, Алла білем, аяғымды бастырмайды, сүйретіліп қашан жетер екенмін. Терезеден тысқа қарап едім, үйіне қарай құстай ұшып, безіп бара жатқан Күлпәшті көрдім. Ораш деді шешем. Шоланда бір меске сүт пісіп тұр еді, алып келші. Мен ан-танмын. Ер жетіп, ауылдан ұзап кеткеніме көп жыл өтті. Анда-санда ғана қатынап тұрамын. Елдің қадір қасиеті әлі бұзыла қойған жоқ. Әрине, алыстан жолаушы келген соң мал сояды, амандасуға ағайын туған жиналады. Содан бірінен соң бірі сабылып жатар. Ауылдастарымның ортасынан ең әуелі іздейтінім ұршық иіріп отыратын Күлпәш еді. Шешемнен амандығын алғашқы сұрарым да сол кісі. Ол қатынды Құдай ала ма? Жүр ғой әйтеуір, 7 күн елден, 7 күн жерден жеп. Шешемнің бұл сөзді зілсіз ешбір кек, жаулық тілемей айтарын білемін. Өйткені баяғыда мал сойса, Күлпәштан құлығын асырып ым-жым көрсетпей қоятын да, егер келмей қалса, әлгі қатын қайда жүр, ауырып қалған жоқ па деп елегізіп іздеп отырар еді. Сыбағасын сақтап, бөлек алып қоятын. Ауылға оқта-текте бара қалсақ, туған жердің келбетай, ауасынай деп тамсанып, күні кеше ғана зәрезіп болып, 2 қолынды төбене қойып безіп кеткен ауылды жана көргендей ақ өп-өтірік танырқап, тамсанып қарайтын жасанды әдетіміз бар ғой. Сондай әрі жалған, әрі монтаны мінез маған да жұққанды. Тыртиған трико киіп, қырыққан серке бұттанып, ман-ман баса, өзен жаққа беттедім. Бұқтырма барған сайын молайып, 2 жағалауын кеміріп, кенерісін кеңейтіп келеді екен. Су алатын жар қабақтың жиегінде 2 шегелекті төңкеріп тастап, ұршық иіріп Күлпәш отыр. Кішкентай немересі құмнан үй жасап ойнап жүр. Мені көріп, орнынан лып етіп тұрып қарсы жүрді.
Ойбой-ай, Орасжан-ау, қашан келіп қалғансың? Дені қарның сау ма? Құлияулы келіп, көзайым болып, той жасап жатыр екен ғой. Жүзі қара әбден құланып алған. Мені тіпті ауыл үйі отырып, сезбей қалдым. Бетімнен сүйді. Туф, жүдеусің ғой. Ала қағаздың бетін айналдырамын деп асып кетіпсің ғой. Біздің ұл шұжықтай. Иә, оқуынды қашан бітіресің? 10-шыдан соң 10-шы классқа мұғалім болып жүргендер көп қой. Бітпейтін неме болса қайтып келсенші, жаман әкенді жалғызсыратпай. Оқуда әлде қашан тауысқанмын шеше. Енді не қайтпайсың? Қалада қызмет істеймін. Қызметті қайтесің? Жаман әкен отын шөбін жеткізе алмай, біздің ұлға сан рет келеді. Біздің ұл мықты болып өсті. Трактордың құлағында ойнайды. Ептеп ішіп қоятыны бар. Ол ештеңе етпес. Қалада да қарап жүрмейтін шығар. Мен не айтарымды білмедім. Ауылда қалып не тракторист, не орманшы болмағаныма өзімде сан рет опынған едім. Әкем қартайыңқырап, оның үстіне денсаулығы нашар, шаруасын қию қашып жүргені расты. Енді қайтейін, қаладан отын шөп жіберетін емес. Бағланның төре табақ етін алдымызға енді ала бергенде, самбырлай сөйлеп, Күлпәш кірді. Әй қатын, деді шешеме айбындап. Неге қуанбайсың? Жаман жүрегін неге жаралмайды ойбай? Май ішкен мысықтай екі көзінді тарс жұмып жылмайып отырсың ғой. Ұлының келгенін неге айтпады? Ораш, сенің ғана ұлың емес, күні кеше мұрнынан сығып алған менің де балам. Балам болмаса, баламның жан жолдасы, күні кеше тай құлындай тебісіп бірге өскен. Жылқының майындай жылбыз қыланып. Орашының әкелген сәлем сауқатын жалғыз өзін жамбасына басып жатырсың ғой. Қысқы, қызылымыз бен жазғы, ағымызды қылдай қылып бөліп жеуші едік. Баяғыда біреу ауыл үй қонсақ қонайық, бірақ аяқ табақ араластырмайық деген екен. 30 жыл отас болған көршінің қақысынан қиын не бар бұл жалғанда? Ұлың қайда? Мені жана көргендей құшақтап, екі бетімнің сау тамтығын қалдырмай сүйді. Келш, құлыным, мауқымды басып, шөлімді қандырып шөлпілдетейін ай. Ренің жақсы, бұрынғыдай емес, толып, азамат болыпсың. Ай сайын ақша жіберіп, әке шешенді асырап жатырсың. Естімей көрмей отырғамыз жоқ. Әлгі біздің жаман ұл май-май болып, темір ет аяғының астынан бір шықпайды. Жүргенінен тұрғаны көп. Көк тиын әкеліп жатқан ол емес, апа, береселі болдым деп ашқарақ сиырдай мөңіреп тұрғаны. Аласасы қашан ет білемі? Неге ауыздарында аңқайтып қалдыңдар? Жетчесендерші? Әй шал, жамбасының етін азайтып маған берші деп, салалы саусақтарын табаққа тарбайда салды. Мен антанмын. Әкем мырс-мырс күліп, жамбасты етімен ұстата берді. Ал шешем болса, бір қызарды, бір сазарды. Содан соң тамағын кенеп сөз бастады. Бейне бір бұрынғынан билеріндей. Әй Күлпәш, сен үйтіп бастырмалатпа. Жуас түйе жүндеуге жақсы деп, қара суымнан қалдырып көргенім жоқ, көзіңнен шықсын. Баламның алдында жер-жебір жекен суыма жетіп есімді шығарып жібердің ғой. Көшке берген тайындал, бірдемесін өткізіп қойғандай. Ер тоқымынды бауырына алып тұлағанын неткен? Босталдан шөбімді жеткізіп бер деп 10 рет барғанда, 10 күн аяғына бас ұрғанда төгіп шашып әрен әкелмеп бе еді? Ала көз ұлын, онда да ақысын былай алып, шөлмек арағымды ішкен. Ол аздай трактормен сүзіп қораның қанатын құлатып кеткен. Бір басында 5 ұршық бар, бірін бере көр деп жалындым. Бет бақтанып, міз бақтым ба? Енді келіп, иығынды жұлып жеп, тамағымнан тас өткізіп, отымның басын савалайсың. Әдірем қал. Сенің де сырым белгілі. Шалым бар деп кергейсің келіп, кердендейсің келіп. Мен орнымнан тұрып кеттім. Әкем, жетті енді, желге бермеңдер деп,
секіп еді, екеуі бірдей жым болды. Сүт пісірім уақыттан кейін жайдары жарасып, маңдайлары жіпсіп, шәй ішіп отырды. Ұзақ бір әңгімеге кеткен. Бір-біріне аса риза көңілмен рақаттана күледі. Сен қатында қайдағыны білесің, деп Күлпәш құла шайды сораптай түсті. Шалының қолын қағып көргем жоқ. Сен де кенсің ғой, рас. Сенен қызғанып қайтемін. Бір өтіргі жоқ, деді шешем. Екеуі тағы күлді. Мен антанмын. Осы күлия сен әлгі жоғалған шелегінді таптың ба, деді Күлпәш. Жоқ, судай сынып тастай батты ғой. Құлағынды бері жақындатшы, сыбырлап сөйледі. Тірі адамға мен айтты деп аузынан шығарып сездірме. Сенің шелегінді мен бір үйден көрдім. Қойшы әрі, рас па? Рас. Өтірік айтсам жаным шықсын. Шелегінің бүйірінде кішкене майысқан бар еді ғой. Дәл өзі. Ендеше сол шелек Мағыштың сеңкесінде керосин құйылы тұр. Тегінде осы ауылдың бары мен жоғын менен сұра. Шешем Күлпәшқа қағазға орап, бір асым ет беріп, ол қолтығына қысқан олжасын зыр жүгіріп апарып тастады да, сүйектен жонып істеген ұршығын алып, құстай ұшып қайта келе жатты. Өте әділ айырбас, екі жақты түсінушілік жағдайда өткен бүгінгі кеңес келесі күні басқаша сипат алған. Етті асып жеп алған Күлпәш ұршығын сұратып жіберіпті. Мен антанмын.